Түлкі мен кекіліктер. Кекілік деген ол тауық құсы. Ол кейде кекелік деген дыбыс шығарады. Сондықтан кекілік атанып кеткен. Ол тауыққа ұқсайтын құс, бірақ тауықтан кішірек болады және төмен ұшады және жақын қашықтыққа ұшады. Көбінесе жорғалап жүреді. Қыс мезгілі бір күні қалың қар жауады. Таудағы кекіліктерге қардың астынан қорек тауып жеу қиынға соғады. Енді олар қары аздау, қорек табуға ыңғайлы жер іздеп шығады. Кекіліктер келе жатып, сайда жатқан бір түлкіні көреді. Түлкіні бірінші көрген кекілік шошып кетеді. Ой, бұл не? Басқа кекіліктер де тоқтайды. Ал түлкі болса, айналайын кекіліктер, маған көмектесіңдер, деп жалынады. Кекіліктер түлкінің қу екенін білуші еді, сондықтан қайтсек екен, көмектесейік пе, жоқ па, деп ойланады. Түлкі саған не болған, ауырып қалдың ба, деп сұрайды бір кекілік. Ой, кекілік жан, не болған айтып берейін бе, дейді түлкі. Өзі біртіндеп кекіліктерге жақындай бастайды. Айтып бер, дейді кекілік. Мен кеше қасқырдың үйінде қонақта болдым. Қасқыр ыстық тамақ берді. Ыстық тамақтан тілім күйіп қалды, деп түлкі жылап жібереді. Кекіліктер оның жылағанын көріп, аяп кетеді. Ей, бейшара-ай, саған қалай көмектессек екен, не істейік, деп сұрайды. Мен аузымды ашып тұрайын, сендер күйіп қалған тіліме суық су құйындаршы, дейді түлкі. Кекіліктер түлкінің айтқанын істейді. Қасында ағып жатқан өзеннен кезекпен су тасып, аузын ашып жатқан түлкінің тіліне құяды. Түлкі болса, енді жақсы болып келе жатыр. Тілімнің ауырғаны басылайын деді. Ой, қандай жақсы болды, дейді. Кекіліктер түк сезбей су таси береді. Ал аузын ашып жатқан түлкі жақындап келген бір кекілікті ап деп жұта салады. Қалғандары оны байқамайды. Бірінен соң бірі түлкіге су тасиды. Түлкіге де керегі сол. Ол кекіліктерді біртіндеп жұта береді. Біраздан кейін кекіліктер өздерінің азайып қалғандарын байқайды. Қалғандарымыз қайда? Деп таңғалады олар. Ой, түлкі бізді алдады, деп айқайлайды кішкентай кекілік. Достарымызды сол түлкі жұтып қойған ғой. Ал біз оған сеніп, су тасып жүрміз. Енді не істейміз? Деп жылап жібереді. Жылама, достарымызды құтқарамыз, дейді қасындағы кекілік. Қалай? Бізде оны алдаймыз. Жүріңдер, су тасыған болып түлкінің қасына барамыз, бірақ қатты жақындамаймыз. Қасына келіп, су тасып шаршадық деп жерге құлай кетеміз. Түсіндіңдер ме? Ал содан кейін не істейміз? Дейді кішкентай кекілік. Содан соң түлкінің өзі бізге жақындайды. Біз өтірік қаша алмайтындай болып, әрең-әрең қозғалып, ана жердегі ағаштың жанына барамыз. Ал ол жерде аңшы тұрады. Ол бізге көмектеседі, дейді кекілік. Қалған кекіліктер дәл солай істейді. Алданған түлкі шаршап, ұша алмай қалған кекіліктердің артынан жүре-жүре аңшының үйіне келгенін байқамай қалады. Сол кезде үйінен аңшы шығып, түлкіні ұстап алады. Ал оның ішін жарып жіберіп, жұтқан кекіліктерді шығарып алады. Аман қалған кекіліктер аңшыға рахметін айтады. Енді түлкіге алданбаңдар, айтқан сөзіне сене бермеңдер, дейді аңшы оларға. Кекіліктер өздерінің аман қалғандарына қуанып, үйлеріне қайтады. Соңы.